Бесінші бөлім. Талут пен Жалут. Теңізшім, мен сізбен бірге жұмыс істеймін деп шештім. Неге жауап бермейсіз? Қандай сұрағыңа жауап берейін? Сен менен ештеңе сұрамадың ғой, бәрін өзің шешіп қойыпсың. Сізбен жұмыс істегім келеді деп айтқым келген. Мен кемені жүргізуді үйренгім келеді. Сен өзіңе сенімдісің бе? Әрине сенімдімін. Соңымнан ер. Маған барлық жағынан сенсеңіз болады. Еш өкінбейсіз. Мен тез қағып алып, үйреніп кетемін. Мында тұрда, кеменің бұрылғанын қадағала. Егер оң жаққа бұрылса оң қолыңды, ал сол жаққа қарай бұрылса сол қолыңды көтересің. Түсіндің бе? Әрине, бұл іс жеңіл ғой, мырзам. Егер кеме бұрылмай, түзу кете берсе, не істейін? Сол күйде қимылдамай орныңда тұра бер. Зият, ауырып тұрсың ба? Неге әдеттегідей кеме үстінде жүгіріп ойнамай бір орында тұрсың? Кедергі жасамаңдар. Мен жұмыс жасап жатырмын. Қандай жұмыс? Кеменің бұрылуын бақылап тұрмын. Егер ол оңға немесе солға бұрылса, теңізші мырзаға айтуым керек. Теңізші қайда бұрылатын жақсы біледі ғой. Кемені оңға, солға өзі бұрып тұрған жоқ па? Я, дұрыс айтасыз. Сонда теңізші мені мазақ еткен ме? Теңізшім! Теңізшім! Не боп қалды? Сіз не үшін мені кеменің алды жағына тұрғызып қойдыңыз? Мен осы уақытқа дейін құр босқа тұрдым. Сені ол жерде қалдырып кеткен себебім шыдамыңды тексергім келді. Бірақ сынағымнан өтпедің. Айтылған орнынан кетіп қалдың. Бол бір. Тағы басқа не білдірдім? Әрине, егер кемеде әрбір адам ойына келгенін істей берсе, тәртіп болмай бәріміз суға батып кетеміз. Бұл жерде басшы сен емес, менмін. Дұрыс айтасыз, мырза. Мені кешіріңізші. Кінәңді мойындайсың ба? Я, мырзам. Жазаңды тартуға дайынсың ба? Дегеніңіз болсын, мырзам. Мына көкөністерді кешкі асқа тазалап қой. Құдай-ау, бүгінгі тамақ басқа күнге қарағанда дәмдірек пе? Сен әрдайым осылай айтасың ғой. Шынымен де бүгін тамақ ерекше. Себебі оған бауырымыз Зият көмектесті. Маған разы болсаңыз, онда Талут пен Жалуттың оқиғасын жалғастырсаңыз. Иә, қай жерде тоқтап едік? Дәмді тағамда. Яшкөз, тамақ емес, хикаяның қай жеріне келіп едік деймін. Адамдар пайғамбарынан Алладан оларға патша тағайындауын сұраған жеріне. Жоқ, біз ол жерін естідік. Алла тағала оларға Талутты патша етіп тағайындады. Ал олар мойындамады. Оның басшы болуға лайық екендігін көрсететін дәлел сұрады. Содан соң олар айырылып қалған ант сандығы алдыларына алып келінді. Маған ант сандығының не екенін айтпадыңыз ғой? Ант сандығы Исраил халқының айбыны мен қуатының белгісі еді. Оны қай жорыққа алып шықса да, сөзсіз жеңіске жететін. Ол неге олардың күш қуат белгісі болды? Өйткені олар сандықта Таурат және Мұса мен Харуннан қалған киелі заттарды сақтайтын еді. Түсінікті. Ал сонда сандық оларға келді ме? Сандық аспанда қалай ұшып жүр? Қараңдар! Жерге жақындап қалды. Мені кешіріңізші, құрметті Самуил пайғамбар. Сіздің айтқандарыңыз рас екен. Пайғамбармын, сандықты ашып, ішінде не бар екенін көрсек бола ма? Аша берсек болады дейді. Қане, тездетіңдер! Қараңдар, Мұса мен Харунның киелі заттары сол күй тұр екен. Бұл тәтті тағамды көрдіңдер ме? Әлі сол күй жеуге жарамды боп тұр екен. Мұна Таурат беттеріне ешкім тимепті. О, Құдайым, өзімді бір керемет сезініп тұрмын. Міне, Алла бізді ант сандығымен қайта қауыштырды. Енді біздің кезек. Соғысқа дайындалуымыз керек. Бізге тез арада әскер жинап, соғысқа дайындау қажет. Әскерді дайындау ұзақ уақыт алады ғой. Соғысқа сырттан жау жүрек әскерлерді алдыруды ұсынамын. Олар не мақсатта соқсат сонда?
Әрине, ақша үшін соғысады. Онда Жалот патша да оларға көбірек ақша берсе, біздің өзімізге қарсы шабуы мүмкін ғой. Я жөн-ақ, басымыз қатты ғой. Уа жараңдар, мен ақыл кеңестеріңді тыңдадым, және ұсыныстарыңды қарап көрдім. Ал енді тыңдаңдар. Бұлай деп шештім, қарапайым халықты дайындап, әскер жасаймыз. Қарапайым халықтан? Сөзімді бөлме. Олар айырылып қалған жерлері мен үйлерін қайтару үшін аянбай, бар күштермен соқсады. Әскерді ертең таңертеңнен бастап дайындаймыз. Мырза, жаңа найзаларды бір сынап көресіз бе? Мына екі найзаны алыңдар. Сосын ана нысанаға дәлдеңдер. Мырза, жаңа найза шынымен де мықты екен. Онша сенбей тұрмын. Мүмкін ол лақтырған адамға байланысты шығар. Найза ауыстырып қайта лақтырыңдар. Мырза, көрдіңіз бе? Иә, енді көзім жетті. Найзаның осы түрінен 80 мың әскерге жететіндей етіп жасаңдар. Жаман емес, бірақ бұл да әлі жеткіліксіз. Тоқтаңдар, мырзам, не ұсынасыз? Аттың үстінде де жерде де сауытпен де және сауытсыз да шайқасып үйренгендерін қалаймын. Сауытсыз жаттыққан қауіпті болар, мырза. Соғыс дайындықтағыдай секілді тыныш қауіпсіз болмайды. Құрметті Талут патша, сізге айтар өтінішім бар еді. Ей, ары тұр! Тиіспе, айта бер, саған ешкім тиіспейді. Мырза, жауынгерлер қатарына қосылсам деп едім. Соғыс өнерінен не білесің? Менің тек тағам әзірлеуді ғана білетінім болмаса, негізі одан басқа ештеңе де білмеймін. Өзіңді әскерлер қатарына қабылдандым деп есепте. Әскер қайда болмасын, дұрыс тамақтануы керек. Сен оларға тамақ дайындайтын боласың. Сарбас. Мырзам, біз біраздан бері жүріп келеміз. Білем. Әскерге хабарла. Жүрістерін жылдамдатсын. Бұдан да тез бе? Ыстықпен шөлден әбден қалжырап әзер жүріп келеміз. Қайта аз уақыт демалып алсақ па деп едім. Жауымыз біздің демалып отырғанымызды күтпейді. Әлі бір айлық жолды кесіп өтуіміз керек. Суымыз да таусылуға жақын. Білем. Бұл жағын ұмытқан жоқпын. Біреулеріңде бір жұтым су бар ма? Жап аузыңды. Менің алдында су туралы айтушы болма. Сенің жасыңдағы адам қалай ыстықпен шөлге шыдайды, соған таңым бар. Өлім деген әр тірі жанның соңғы аялдамас екенін білем. Отанын қорғап өлген ерден бақытты жан жоқ. Мына кең шөл далада адасып қалдық. Менің өлгім келмейді. Мұса мен Харунның Раббысы бізге мейірімділік танытшы. Бұл сағым ба? Жоқ, ол су ғой. Мырзам, өзен. Тоқтаңдар, тұра тұрыңдар. Бұл өзеннен ішулеріңе болмайды. Өзен тұш жәрі таза болса, біз шөлде бөлейін деп тұрмыз ғой. Бұйрығыма құлақ салыңдар. Бұл жерде мен басшымын, ішпеңдер. Бұл өзен Алланың сендерге беріп отырған сынағы. Кім одан ішетін болса, ол бізден емес. Кім бойсынатын болса, сол бізден. Бір жұтым ғана ішуге рұқсат етем. Мен сендерге тек бір жұтым дедім. Ішуді доғарыңдар. Қалай ішпейміз? Сап салқын. Патшаның беріп отырғанда суға қолымның ұшында тигізбейм. Кешіріңіз мырзам, су ішпесем болмайтын сияқты. Ішіп болдыңдар ма? Жүрісімізді жалғастыруымыз керек. Патшамыз бірдеңе айтпақшы. Жауынгерлерім, тоқтаңдар. Кім өзеннен су ішті, жолдың сол жағына барсын. Ал қалғандарың оң жаққа тұрыңдар. Сен де іштің, мен өз көзіммен көрдім. Су ішкендерге барып қосыл. Мен сіздің көмекшіңіз әрі оң қолыңыз емеспін бе? Бұйрығым түсінікті емес пе? Су ішкендерге қосыл. Қорықпа. Осыншама көп әскерді жазалау мүмкін емес қой. Сендер әскерден шеттетілдіңдер. Келген жақтарыңа қайтыңдар. Қанеке әскерлерім, жүрісімізді жалғастырайық.
әттең Талут патшаға бағынып суды ішпегенімде ғой. Ол ақымақ. Қалайша ыстық Сахарада шөлдеп тұрған әскерлердің су ішуіне тыйым салады. Түсінбеймін. Сіз оны олай сөкпеңіз. Мүмкін оның бір ойлағаны бар шығар. Сені қызметіңнен босатса да, неге оны қорғап тұрсың? Мен Талут мырзаны жақсы білем. Сонау тері илеп жүрген уақытынан бері білем. Әрбір нәрсенің сырын білетін дана кісі. Қалай? Ол жайлы көбірек айтшы. Оның аспан ілімінен хабары бар. Аспандағы жұлдыздарға қарап-ақ жол тауып жүреді. Егер аспан қазіргідей күңгірт, бұлтты болса ше? Ондай кезде желдің соққан бағытына қарап, немесе құмдардың кішкентай ағаштардың жанында жиналып қалғанына қарап біледі. Мәссаған, мынау қауіпті адам екен ғой. Ұлы Жалут патшаға сәлем бердім. Қош келдің, Арус. Не үшін әскердегі орныңды тастап кеттің? Құнды олжамен оралдым. Менде маңызды хабар бар, сол үшін келдім. Айт қане. Ыстық Сахарада патшаның қасында сусыз бірнеше күн жол жүрдік. Өзенге жеткенде біздің су ішуімізге қарсы болды. Бізге суды ішпеңдер деп бұйырды. Содан соң өзеннен ішкен барлық әскерлерді келген жағына қуып жіберді. Не деген қайсар патша еді? Қасында жау жүрек әскерлерден неше қалды? Басында 80 мың жауынгер болдық. Өзеннен су ішкендер саны 60-70 мыңнан асады, ал қалғандарының саны өте аз. Бірақ олар мықты және адал. Әрі олар шөлге төзімді екен. Тағы Талут патшаның өзі жайында маңызды хабарым бар. Ол не айта бер? Жау жүрек дене бітімі күшті және білімді болғанымен, бірақ ол жауынгер емес екен. Ол қалай сонда? Ол кезінде мал бағып, тері илеген көрінеді. Әйтсе де, жекпе-жекке шықпаған және соғыс өнерінен де еш хабары жоқ. Жауынгер басшысы ақылымен ерекшеленеді, соғыс өнерін білмейді. Бұл маңызды мағлұмат екен. Мырзам, менің әлгі сияқым қайда? Саған салмағыңдай алтын берем. Біз қайда бара жатырмыз, мырзам? Тоқтаңдар, аспаз маған найзаңды берші. Әскерге айт, біраз дем алып алсын. Бұйрығыңызға құлдық. Ей, жауынгерлер! Осы жерде тынығып аламыз. Кешіріңіз, мырзам. Не үшін найзаңызды жерге қададыңыз? Көлеңке қайда түсіп тұрғанын білу үшін. Басында көлеңке мана жерде еді. Күннің қозғалуымен көлеңке ана жерге ауысыпты. Ана жерге. Егер бірінші және екінші көлеңкенің арасын өлшесек, шығыс пен батыстың қайда орналасқанын білетін боламыз. Мырзам, түсінбей тұрмын. Бірінші көлеңке батысты көрсетеді, ал екіншісі шығысты көрсетеді. Демек енді, дұшпандарымыз бен Жалут патшаның әскері қайда екенін біле аламыз ба? Иә, Алла қаласа таң атқанда сол жерде боламыз. Ей, жауынгерлер, Амалик әскерлері, бұл жауларыңды жоятын жалғыз мүмкіндіктерің. Соғыс! Соғыс! Егер оларды бүгін жеңетін болсақ, олар жер бетінен жойылып кететін болады. Кім бір жауынгерді өлтірсе, оған оның жерін, мал мүлкін және оған қоса еселеп сыйлық берем. Соғыс! 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 Біз алыптар орналасқан жерге келдік. Дұшпаннан қорқушы болмаңдар. Әйтпесе, соғыс басталмай жатып жеңілесіңдер. Жеңіс біздікі! Жеңіс біздікі! Бүгін осы жерге тоқтаймыз. Туымызды осы жерге тігеміз. Таң ата салып, атқа қонамыз. Бізге Ибрахим, Жақып, Мұса, Харунды пайғамбар етіп жіберген жалғыз Аллаға дұға етіңдер. Даусыңыздан көңіл күйіңіздің жоқ екенін байқадым. Неге? Мен соғыс өнерін жетік меңгерген, әскерімді қорғай алатын және барлығына үлгі болатындай басшы болсам ғой деп армандаймын. Сіз біздің үлгі алатын керемет басшымызсыз. Алланың бізге жіберген патшамызсыз. Жеңіс тек Алланың қолында. Жарайсың, жөн айттың сарбазым. Әскер ертең соғысқа шыққанда қиналып қалмайтындай, тез қорытылатын жеңіл желпі бір тамақ істеп жібер. Мырзам, олардың саны әлде қайда аз көрінеді.
Оларды қыру мен ойлағаннан да оңай болатын сияқты. Бекен болыңдар әскерім, сендер Алла жолында және әйел балашаға, ар намыстарыңды және жерлеріңді қорғау үшін соғысып жатқандарыңды ұмытпаңдар. Олардың саны көп қой. Тіпті арттарында тұрған күн көрінбейді. Бірақ олар күннің шуағын жаба алмайды. Ақиқат біз жақта, біз оларды жеңеміз. Қалай? Олардың санын көрмей тұрсың ба? Жалут және оның әскерлеріне біздің шамамыз жетпейді. Алланың қалауымен қанша рет азған адам көп адамды жеңіп кеткен. Алла сабырлылармен бірге. Шабуылға дайындалыңдар. Оларды қылыштарың мен күл талқандарын шығарыңдар. Талут қалың әскерді бастап, жорыққа шыққанда әскерлеріне расында Алла сендерді бір өзенмен сынайды. Кім одан ішсе менен емес. Және кім одан татпаса, әрине ол менен. Бірақ кім қолымен бір ұрттам ішсе де менің жағымда деді. Сонда олардың азғана бөлек әскерінен басқасы одан ішіп алды. Сонымен Талут және онымен бірге иман келтіргендер өзеннен өткен шақта, бізде Жалут және оның әскерлеріне төтеп берер күш жоқ деді. Сонда олардың анық Аллаға жолығуды ойлағандары, Алланың қолдауымен қанша аз топ, көп топты жеңген. Алла сабырлылармен бірге деді. Одан соң не болды? Залым Жалут патша жеңе ме? Зият, тұра тұр. Біз айлаққа жетіп қалдық. Кеменің зәкірін түсіруге дайындалайық. Талут ше, соғыс ше. Олар кішкене күте тұрар. Әуелі кемені аман есен тоқтатайық, сосын әке шешеңді іздеп табайық. Алла қаласа саған оқиғаның жалғасын әке шешеңнің қасында отырғанымызда айтып берем.